Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi bayliq kalima sharif. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi va sallam aytadi: "Ol zaman Allohning bir mo'min quli la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytsa, оның аузынан жасыл құсқа ұқсаған bir періште ұшып шығады. Ол періштенің ақ түсті, дүр және жақұттан болған қымбат асыл тастармен қапталған екі қанаты бар. Bir қанаты батысқа, bir қанаты шығысқа жетеді. Егер қанаттарын жаятын болса, шығыстан да, батыстан да асып кетіп, аспанға дейін жайылып көтеріледі. Тіпті Алланың ғаршысына дейін жетеді. Ол періштенің қанаттарының қағысынан бал арасыныкіндей қатты дыбыс шығады. Сонда ғаршыны көтеріп тұрған періштелер Алланың құрметіне, Алланың ұлықтығының беделіне дыбысыңды пәсейтші, төмендетші деп жалынғандай болады. Сонда ол періште Алла кәлима оқыған адамды кешіргенге дейін дыбысымды төмендетпеймін деп жауап береді. Содан соң Алла тағала ол періштеге 70 000 тіл береді. Періште сол тілдермен кәлима оқыған адамға та қияметке дейін кешірім тілейді. Содан соң қиямет күні болғанда 70 000 тілі бар періште келеді де кәлима оқушы адамның қолынан ұстап, сират көпірінен жарқ еткен тоқтың тездігіндей жылдамдықпен алып өтіп, жәннатқа кіргізеді. Біздер осы кәлима шарифті күніне 10 000 рет оқитын болсақ, Құдай тағала 700 миллион тілі бар 10 000 періштені жаратады. Егер айына есептейтін болсақ, 21 миллиард тілі бар 300 000 періштен жаратады. Егер жылына есептейтін болсақ, 3 650 000 періштен жаратады. Олардың 255 миллиард 500 миллион тілі бар. Егер 10 жыл бойы оқитын болсақ, 2 триллион 555 миллиард тілі бар 36 миллион 500 000 періштен жаратады. Егер үзбей 50 жыл бойы оқитын болсақ, 127 триллион 750 миллиард тілі бар 1 миллиард 825 миллион періштен жаратады. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Екінші байлық Субханалла шариф. Мүбәрәк пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алихи ва саллам хадисінде айтады: қасиетті Миғраж түнінде қонақ болуға шақырып, Алла тағаланың құзырына көтеріліп бара жатқанымда бір өзенді көрдім. Ол өзеннің мөлшерін, үлкендігін, тереңдігін бір Алладан басқа ешкім білмейді. Өзеннің жағасында құстың бейнесіндегі періште бар. Оның 70 000 қанаты бар. Егер жер бетінде Алланың бір құлы Субханалла, яғни Алла тағала бүкіл айыптан пәк деп айтса, сол құс кейпіндегі періште тұрған орнынан ұшуға әрекет етеді. Егер вальхамдулилля, яғни барлық мадақ Аллаға тән десе, ол қанаттарын жаяды. Егер ла илаха иллалла десе, сол құс түріндегі періште қалықтап ұшады. Егер валлаху акбар, яғни Алла тағала шексіз ұлық десе, өзін өзі сол өзенге тастайды. Егер вала хаула вала қуата илля биллахил алийил азим, яғни еш айлам жоқ, қуатым жоқ, тек Алла тағаланың мейірім шапағаты болмаса десе, өзеннен шығады да қанаттарын сілкейді. Қанаттарын сілкегенде әрбір қанатынан 70 000 тамшы су тамады. Содан соң Құдай тағала сол тамған әрбір тамшы судан бір періште жаратады. Әр жұмысты жасаған соң, оның міндетті түрде адам баласына пайдасы болу керек қой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның айтылған бұл хадисінен біздің қолымызға келетін қандай әсері, қандай жемісі бар дейтін болсақ, хадисте айтылғандай, Субханалла шарифті бір рет қана оқығанның өзінде 70 000 қанаты бар періштенің әрбір қанатынан тамған тамшы судан жаратылған періштелердің саны 4 900 000 болады. Егер Құдай тағала қуат беріп, осы Субханалла шарифті күніне 5 000 рет оқитын болсақ, Алла тағала 24 триллион 500 миллиард періштені жаратады. Егер айына есептейтін болсақ,
735 триллион періште, егер жылына есептесек, 8 квадриллион 820 триллион періштен жаратады. Егер 50 жыл бойы үзбей тағаттана оқитын болсақ, Құдай тағала 441 квадриллион періштені ұлықтығымен, шеберлігімен жаратады. Осыншама жаратылған есепсіз періштелердің барлығы жаратушы жаббар иеміз Алла тағаланы мадақтап, тәсбih айтады ва тахлил айтады. Пенде дүниеден өтіп кетсе де, осы құлшылықты періштелер жалғастыра береді ва калиманы айтушы адамға та қиямет қайым болғанға дейін кешірім сұрауын үзбейді. Әрине, бұл шартты есептеу, мысал үшін ғана. Шындығында бұл ешбір есепке сыймайтын рухани қазына ва Құдай тағаланың берген шексіз рухани байлығы. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Үшінші байлық салауат шариф. Мүбарак пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям хадисінде айтады: бір момын үмметім маған салауат айтса, сол салауатты бір періште Алланың рұқсатымен менің зияратыма жеткереді. Сосын сол періште: ей Алланың хабибі, пәленшенің баласы пәленше сізге бір мәрте салауат айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям періштеге былай дейді: ей періште, жеткер сол үмметіме менен 10 салауат, саған Алланың расулінің шапағаты уәжіп болды дейді. Содан періште айтылған салауатты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллямның қабірінен алып, жоғарға та Алла тағаланың құзырына дейін көтеріледі де: ей мейірімді тәрбие етуші Аллам, пәленшенің баласы пәленше сенің хабибіңе бір мәрте салауат айтты дейді. Сонда Алла тағала: ол құлыма менен 10 рахмет жеткер дейді. Сосын Алла тағала сол салауаттың әрбір әрпінен бір періште жаратады. Ол періштенің 360 басы бар, әрбір басында 360 беті бар, әрбір бетінің 360 аузы бар, әр аузында 360 тілі бар. Сол әрбір тілімен Алла тағаланы 360 түрлі сипатта еске алып, тәсбih айтып мадақтайды. Және оның шексіз сауабы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллямға салауат айтқан адамның үлесіне жазылады. Құдіреті күшті Құдай тағаланың осыншама берген тілдерімен Алла тағаланы 360 түрлі сипатта еске алып, тәсбih айтып мадақтайды. Аллаху ва табарак сансыз жаратылған періштелердің осындай қылған амалдарының шексіз сауабын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтқан адамның хақына жазады. Біз дүниеден өтіп кетсек те, періштелер тәсбілерін, мадақтарын та қиямет қайым болғанға дейін үзбей айтып тұра береді. Енді төмендегі салауатты мысал ретінде алып, айтылған хадиске сүйене отырып, жаратылатын періштелердің санын есептейтін болсақ. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад мин ауали дуния қияматиха ва мин ахири бақаиха ва аля алихи ва асхабихи ва барик ва саллим. Бұл салауатта барлығы 82 әріп. Егер күніне осы салауатты бір рет айтатын болса, Алла тағала әрбір әрпінен 82 періште жаратады. Егер күніне 1000 рет оқитын болса, Алла тағала әрбір әрпінен 82 000 періштені жаратады. Олардың 29 миллион 520 000 басы бар, 10 миллиард 627 миллион 200 000 беті бар, 3 триллион 825 миллиард 792 миллион аузы бар, және 1 квадриллион 377 триллион 285 миллиард 120 миллион тілі бар. Егер айына есептесек, 30 000 салауат болады. Алла тағала одан 2 миллион 460 000 періштені жаратады. Ол періштелердің 885 миллион 600 000 басы бар, 318 миллиард
816 миллион беті бар, 114 триллион 773 миллиард 640 мың аузы бар, 41 квадриллион 318 триллион 553 миллиард 600 миллион тілі бар. Егер жылына есептейтін болсақ, 365 мың салауат болады. Алла тағала одан 29 миллион 930 мың періштені жаратады. Ол періштелердің 10 миллиард 774 миллион 800 мың басы бар, 3 триллион 878 миллиард 928 миллион беті бар, 1 квадриллион 396 триллион 414 миллиард 80 миллион аузы бар. Және 502 квадриллион 709 триллион 68 миллиард 800 миллион тілі бар. Әрине, бұл шартты есептеу, мысал үшін ғана. Шындығында бұл ешбір есепке сыймайтын рухани қазына ва Құдай тағаланың берген шексіз рухани байлығы.